Таулы Қарабақтағы жағдай сағат санап ушығып барады. Қарулы қақтығыстың алғашқы күні аяқталып, тараптар шығын есептей бастады. Әзербайжан қорғаныс министрлігі Арменияның 550 сарбазы қаза болып, 70-ке жуық әскери техника жойылды деп мәлімдеді. Ал Әзербайжан бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Елдің қорғаныс министрлігі қарсылас тараптың 200-ден астам әскери қызметкері мерт болды деп хабарлады. Өкінішке орай қанша бейбіт тұрғын мен әскерилердің мерт болғанын немесе жарақаттанғанын білу әзірге мүмкін емес. Екі ел ақпараттық майданда да тартыс жүргізіп жатқаны байқалады. Екі жақта да жалпы ұлттық мобилизация жүріп жатыр. Олар қақтығысқа бірін-бірі айыптап отыр. Жағдайға байланысты Армения мен Әзербайжан басшылары халыққа үндеу жасады. Әзербайжан сарбаздарының арқасында жаудың әскери техникасын басым бөлігін жойдық. Армян тарапының әдеттегі фашистік әрекетіне жол бермейміз. Біз әділеттілік жолындамыз. Біз женеміз. Қарабақ біздікі, Қарабақ ол Әзербайжан. Қарабақ Азербайжандыр. Ал Армения премьер-министрі Николь Пашинян халықаралық қауымдастықтан жағдайға әділ көзқараспен қарап назар аударуларын сұрады. Және Түркия ұстанымына алаңдаушылық білдірді. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобы елдерін және барлық халықаралық қауымдастықты жағдайдың расында ауыр екеніне назар аударғым келеді. Таулы Қарабақтағы қақтығыстан оңтүстік Кавказда ауқымды соғыс басталып, оның соңы халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылыққа қауіп төндіруі мүмкін. Ресми Анкара Арменияны сынға алып, Әзербайжанға қолдау білдірді. Реджеп Тайип Ердоған Ильхам Алиевпен телефон арқылы сөйлесіп, жан-жақты қолдау көрсететінін жеткізді. Сондай-ақ Түркия Минск тобы елдері қақтығысты тоқтату үшін Арменияға ықпал ету керек деген пікірде. Армения Әзербайжанға қарсы жасаған кезекті шабуыл арқылы аймақтағы бейбітшілік пен тыныштыққа ең үлкен қауіп төндіріп отырғанын тағы да көрсетті. Түрік халқы бүгін және алдағы уақытта да әзербайжандық бауырларына жан-жақты көмек береді. Біріккен ұлттар ұйымы НАТО-сында халықаралық ұйымдары қақтығысқа байланысты алаңдаушылық білдірді. Еске салсақ, ұзақ жылдар бойы жалғасып келе жатқан жанжалды бейбіт реттеу үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Минск тобын құрып, келіссөздер сонау 1992 жылдан бері жүргізіліп келеді. Алайда әлі күнге дейін мәселе шешімін таппады. Нұрсұлтан Біләл, Нұрдәулет Әбікеев, Азаттық рухы.